Sosun az sodası. Ромашканы алабыз. Üstüne kaynagan su koyamız. Ромашканы пакеттегісі де бар. Соғымсы жақсы болады. Менде қазір үйдегі бар осындай ромашка. Бұны сүзіп аламын қазір. Қолтықтың терілгенін иісін кетіреді. Осыны күніне 2-3 рет жасасаңыздар жақсы болады. Сүзіп аламыз. Енді бұған бір ас қасық ас содасын қосамыз. Келесі әдіс лимон қолданамыз. Лимонды осы лимонды ас содасын былай жағы көпіріп жатыр. Осын қолтыққа, таза қолтыққа қолданамыз. Қолтықтағы түкті қырып аламыз, содан соң жағамыз. Жаңағы скрабты осы лимонды қолтыққа осылай жағамыз. Иісті кетіреді, терлетпейді. Бізге керек ас содасы, бір ас қасық ас содасын аламыз. Бір қасық шекер и ыдыс жуатын. Қандай не бар? Жидкость бар, соны қолданасыздар. Жидкий мыло бар ғой, соны да қолдансаңыздар болады. Скраб жасаймыз осымен. Бұны таза қолтыққа, қолтығымызды жуып алып, жылы сумен содан соң жағасыздар. Скраб күніне 3-4 рет жақсаңыздар болады. Терлегенді басады, иісті кетіреді. Осындай қою скраб болады. Жаққанда былай массаж қылып жағасыздар. Қолтықтың айналасына да жағасыздар. 30 секунд ұстап тұрасыздар, сосын жылы сумен жуып тастайсыздар. Қолтықтың терлегенін иісін кетіреді. Осылай